ақыл адамды адастырады. Бұл ойға көп адам келіспеуі мүмкін, бірақ мен сізге дәлелдеп беремін. Адамның миында көптеген ойлардың барлығы менің ақылым деп алып алған. Өйткені бізді ақылды бол деп үйретті. Ақыл деген адамның өміріндегі, басқа адамның болсын, өзіңнің өміріңдегі бір қателіктерден алған тәжірибең, бір жетістікке жеткендегі тәжірибеңді ақыл деп айтамыз. Ақыл адамды адастыра береді. Бізге ақыл емес, сана керек. Сана қай кезде ашылады? Сана жүрегімізді тыңдап, денеміздегі, біздің тәніміздегі жазылып қалған әрбір боль, ұят сезімі, қорқыныш, күмән, сенімсіздік, тағы да басқа сезімдердің әсерінен біздің ақылымызға тікелей алып кете береді. Ақылды жоймай денедегі блоктар кетпейді. Денедегі блоктарды жою үшін адам өзінің қолындағы биотогымен өзіне жаңағы әртүрлі процестерді жіберу арқылы тәнді тазылаймыз, денені тазылаймыз. Сол кезде жанды, демек жүректі естіп бастаймыз. Жүректі естіген кезінде ғана бізде сана қосылады. Сана мен жан қосылған кезінде ғана біздің өміріміз түгелдей өзгереді. Сондықтан да ақыл мен мимен шатасып, адасып, әрбір адамның іс-әрекетіне байланысты өзіңізді салыстырмалы түрде өмір сүріп жатсаңыз, бұдан шығатын кез келді. Бізге саналы өмір, жанмен қоса рухымызды көтеруіміз керек.